Так, достар, ассалаумағалейкум, қайтадан Маловодный мал базарынан Ұзынағашқа келдік. Бүгін 6 айдың 28-і. Қазір мүмкіндігімізше малды тарт береміз. Соңына дейін көріңіздер, қызықты болады. Әдем байтал екен, 2,5 жасар. Көк 500 мың сұрап жатыр. Жуас. 2 жасар чистокровный құнан, мыңға жуас. Бойы ұзын, аяқтары сау. 700 мың дейді, фабричныйдың малы. Қазір номерін айтып берем. 2 жасар байтал 500 мың дейді. Ұзынағаштық. Әдемі, жуан. Номеріңізді бересіз ба аға? Берейін. Айтыңыз. Ба? Дөнен ба? Дөнен қанша сұраватсыз? 600 сұраватыр. Жақсы екен, тұяқтар таза. Номеріңізді айтайыңыз. Тяжеловоз ғой дейм, қанша 3 жасар? Қанша сұраватсыздар? 1,5 миллион. Қай жердікі? Омсктікі. Қазір жақындатып көрсетіп жіберейін тұяқтарын. Жал өскетті, жуас. 8-9 жасар айғыр, 700 мың дейді, бірақ аяғы кетіпті. Бой менен дәу, 170-тен жоғары. Зор құнан екен, ойнақтап тұр. Бағасы 800 мың теңге, бойы 160-тің жоғары. Айта беріңіз номеріңізді. Маловодный мен Ұзынағаштың бағалары бірдей негізі тайларға. Сәл төмен Маловодныйда. Мыналар 250, мыналарда 250, мыналарда 255 дейді. В общем, денелері бәрінің бірдей. Саудасы бар. Сәл арықтау құлынды бие, 2 бас 550 деген. Түске таман бағалар түсті. Кеп айтып атыр жұрт. Мына жирен тай 380 мыңға сатылып кетті. Ой, құнан деген 380 мың. Қанша жасар? 3 жасар, 600 мың дейді, полукровь қордайдан. Номеріңізді айтыңызшы, кейін хабарласам. 8-7-2. Құлынды бие, 4-ші құлыны 580 дейді. Орташа бойлы 580. Мощный жуан дөнен 700 мың дейді. 3 жасар. Ақбоз айғыр ITI-ден келген. 6-дан 7-ге өтіп отыр. Қазір номерін сұрап береміз. Бағасы қанша? 2 миллион. Айта беріңіз номер. Номер айта бер. Әдемі чистокровный тай 500 мың дейді. 500 мың. Бұл айғыр қанша жасар? 8 жасар, семізде бордақ. Қанша сұрады? Арғысы? Екеуі де 600-ден. Көк айғыр. Семіз. Кештеу келгеннен кейін мал аз. Менмін деген жылқылар түсірдік. Қазір сиыр қой қатарына өтем. Бұқаларға 265 мыңнан сұрап жатыр. Денелері бірдей. В общем, 350-ге сатылды. Қара. Арырақ тұрғандар 270-тен. Олар әлі сатылмады. 350-ге сатылды. Қара бұқа сауда қылып жатыр. 230, алушылар 220 беріп жатыр. Қара бұқаларға 200 сұрап жатыр. Сауда болып жатыр, в общем. 450 мың сауын сиыр. 7-8 тоғын. Мұзаға жептер. Бұқаға 240 сұрап жатыр. Бұзаулар 125-тен. Еркек, үшеу. 370-ке берілмеген бұқа. 380 болса беріледі. Мүйізі индийский екен. Тоқолдардың бағасы 195 мың. Аптовый бұқалар бәрі түгел. 195 мыңнан. Бұқа да сиыр екен, Алатауский. 3-ші тума 670 мың. 670. 400 мың дейді, бұзаулы сиыр, жас. Мындай қозылар 32 мыңнан сұрап жатыр. Мына тоқтылар 36 мыңнан. Мына қошқарға саудаласып жатыр, 78 беріп жатыр. Сатушы 80 сұрап жатыр. Салққа 50-58 мың сұрап жатыр. Мына әрі ешкілер қысылып қапты. 30 мыңнан сұрап жатыр. Орташа. Мына меринос қозылар 17 мыңнан дейді. 2 еркек, 2 ұрғаша. Тауымен бірге 10 мың. Қаздар ше? Қаздар 8 мыңнан. Кәдімгі домашний балапандар 350, үйректер 550.
Бір айлық қаздың балапандары 2,5 мыңнан сұрап аттар. Домашний. Суточный қаздар 1,5 теңгеден. Бройлер дейді 650. Суточный кәдімгі домашний балапан 250. 50 күндік күндіктің балапандары 3,000-нан. Коробкаға қоңыстап қойды. Сағат 1-ден асты. Енді кеш келдік. Маловодный базардан кейін ұзын ашқа. Жылқы, сиыр, бұқа, қой, тауықты түсіріп бердім. Лайктарыңыздан аямайыңыздар. Рахмет көргеніңіз үшін. Сау болыңыздар.